Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Гендерлік зорлық-зомбылық тақырыбы соңғы уақытта ең өзекті, сонымен қатар ең ауыр дискурстардың біріне айналды. Бұл бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердегі мамандардың белсенділігіне ғана емес, сонымен қатар зорлықтың ұлғайып келе жатқан статистикасына. Атап айтқанда, пандемия фонындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық пен экономикалық дағдарысқа да байланысты. Дәрістің негізгі мақсаты болашақта өзіңіз қолданатын негізгі терминологиямен таныстыру. Кез келген курсты оқып үйренуде жиі кездесетін қиындықтардың бірі анықтамалар мәселесі. Яғни анықтаманың не екенін әрбір адам біледі, бірақ құбылысты анықтау бәріне бірдей қиын болуы мүмкін. Осы тренинг аясындағы слайдта Біріккен ұлттар ұйымы анықтамасын қолданамыз. Ол анықтамаға сәйкес гендерлік зорлық әйелдерге физикалық, сексуалды, психологиялық тұрғыдан зиян келтіретін немесе азап шектіретін, адамның жынысына байланысты жасалған кез келген зорлық-зомбылық әрекеті. Сонымен бірге зорлық-зомбылық дегеніміз қоғамдық немесе жеке өмірде зомбылық әрекетін жасау қаупін төндіру, қорқыту, мәжбүрлеу немесе бас бостандығынан айыру. Гендерлік зорлық-зомбылық тақырыбына тікелей қатысты және осы слайдта берілген терминдерге назар аударыңыз. Біз олардың әрқайсысын жан-жақты талдаймыз. Гендер және жыныс ұғымдары бір-бірінің орнына жиі қолданылады, бірақ бұл дұрыс емес. Осы терминдерді талдауға тырысайық. Слайдтан биологиялық жыныс анықтамасының бірін оқи аласыз. Жыныс термині ерлер мен әйелдер арасындағы биологиялық айырмашылықты білдіреді. Олар әдетте перманентті және әмбебап. Келесі слайдта гендер терминіне анықтама берілген. Гендер терминін қолданғанда біз ерлер мен әйелдер арасындағы әлеуметтік қатынастарды назарға аламыз. Сондықтан бұл сөз әйел мен ер адамға емес, олардың арасындағы қарым-қатынасқа және олардың әлеуметтік тұрғыдан қалай құрылатынына қатысты қолданылады. Гендерлік рөлдер өзгеруі мүмкін. Яғни гендер термині қоғамдағы рөлдердің бөлінуін көздейтін әлеуметтік құрылымды мысалға алғанда қолданылады. Мысалы, бала тәрбиесі дәстүрлі түрде әйелдердің әлеуметтік репертуарларының бөлігі ретінде қалыптастырылады, ал ақша табу ер адам репертуарының бөлігі. Біріккен ұлттар ұйымы анықтамасында гендерлік зорлық-зомбылық пен әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық анықтамалары синоним ретінде қолданылады. Алайда қазір гендерлік зорлық-зомбылықты түсіну аясы едәуір кеңейіп келеді. Атап айтқанда, гендерлік зорлық мына әрекеттерді қамтиды: жыныстық жұптың нашар қарым-қатынасы орнатуы, сексуалды зорлық, зорлау, оның ішінде әйелін күйеуі зорлауы, зорлық-зомбылықтың қосылуы, ересек жәбірленушіні қыспаққа алу үшін балаларды пайдалану, жыныс мүшесінің зақымдануы, адам саудасы, жезөкшелікке мәжбүрлеу, жұмыс орындағы сексуалды қысым, мемлекет жасаған немесе мемлекеттің салғырттығынан жасалған зорлық-зомбылық. Дәстүрлі тәжірибелер. Бұл слайдта гендерлік зорлықтың кең таралған параметрлері көрсетілген. Терминнің әрқайсысы жеке түсіндіріледі. Гендерлік зорлықтың бір ғана нұсқасымен кездеспейміз. Әдетте физикалық зорлық-зомбылықты диагностикалауда ешқандай проблема туындамайды. Экранда анықтама жазылып тұр. Физикалық зорлық-зомбылық әйелге дене жарақатын келтіру мақсатында тікелей немесе жанама әсер ету әрекетін қамтиды. Дене жарақатын алу, денеге ауыр зиян келтіру, ұрып соғу, тепкілеу, шапалақпен соғу, ұру, заттарды лақтыру және тағысын тағылар. Физикалық жаза тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бір түріне жатады. Алғашқы медициналық көмектен бас тартқызу, ұйқының қанбауы, өмірлік маңызды функцияларды орындау мүмкіндігінен айыру. Алкоголь мен есірткіні жәбірленушінің еркінен тыс қолдануға мәжбүрлеуде физикалық зорлық-зомбылық болып есептеледі. Мысалы, алақанымен ұру, сілкілеу, жұдырықпен немесе затпен ұру, тұншықтыру, күйдіру, итеру, пышақпен немесе атыс қаруымен қорқыту. Психологиялық эмоционалдық зорлық-зомбылық әйелді оқшаулау және қорлау, үнемі сынау, қорлау, жек көру және кемсіту әйелдің әлеуметтік ортасы мен байланыстарын біртіндеп бұзады. Психологиялық зорлық-зомбылық көбінесе физикалық және сексуалдық зорлық-зомбылықтан бұрын жасалады. Мысалдар: басқалардан оқшаулау, шектен тыс қызғану, басқа адамның іс-әрекетін бақылау, ауызша агрессия, меншікке зиян келтіру арқылы қорқыту, қудалау немесе аңду, зорлық-зомбылық жасау қаупін тудыру, үнемі төмендету және қорлау. Экономикалық зорлық-зомбылық бір отбасы мүшесінің басқа отбасы мүшесін қасақана баспанадан, тамақтан, киім-кешектен және жәбірленушінің заңмен белгіленген құқығы бар басқа мүліктен немесе қаражаттан айыруы. Бұл жағдай жәбірленушіні өлімге итермелеуі, физикалық немесе психикалық денсаулығын бұзуы мүмкін. Мысалы, қаражат беруден бас тарту, отбасылық қаражатты шашу,
қаржылық шешімдердің көпшілігін жеке қабылдау, отбасына қаржылай үлес қосудан бас тарту, жәбірленушінің медициналық көмек алуын, жұмысқа орналасуын және тағы да басқа қажеттіліктерін бақылау. Сексуалды зорлық кез келген мәжбүрлі жыныстық қатынас немесе басқа адамның сексуалдылығын пайдалану. Сексуалды зорлық-зомбылық физикалық, психикалық денсаулыққа ауыр соққа келуі мүмкін. Жарақат, қалаусыз жүктілік және жыныстық жолмен жұғатын аурулар физикалық зардаптар болып есептеледі. Қорқыту және қорқыту арқылы сексуалды қатынасқа мәжбүрлеу, физикалық күш қолдану арқылы сексуалды қатынасқа мәжбүрлеу, сексуалды қатынастарға еркінен тыс мәжбүрлеу, үшінші тұлғаның қатысуымен сексуалды әрекетке мәжбүрлеу, үшінші тұлғаның күштеп жыныстық қатынасқа итермелеуі. Тұрмыстық зорлық-зомбылық агрессивті және зорлықшыл мінез құлық, оның ішінде физикалық, сексуалды, психологиялық зорлық-зомбылықты, сондай-ақ ересектер немесе жасөспірімдердің отбасы мүшелеріне, көбінесе олардың қазіргі немесе бұрынғы жыныстық жұбына қарсы қолданылатын экономикалық мәжбүрлеу мінез құлқы деп есептеледі. Слайдтағы цитатада күйеуінен бірнеше рет қорлық көрген әйелмен сұхбаттан үзінді алынған. Ересек жәбірленушіні қыспаққа алу үшін балаларды пайдалану мысалдары. Балаларға физикалық, сексуалды зорлық-зомбылық көрсету, балаларды кепілге алу, баланы қамқорлығына алу үшін күрес, жыныстық жұбына қысым көрсету үшін балаларды пайдалану. Жыныстық жұптың зорлық-зомбылығы физикалық, жыныстық немесе психологиялық зиян келтіретін. Соның ішінде физикалық агрессияны, сексуалды зорлық-зомбылықты, психологиялық зорлық-зомбылықты және басқарудың әрбір түрін біріктіретін жақын қарым-қатынастағы мінез құлық болып есептеледі. Бұл қазіргі және бұрынғы ерлі-зайыптылардың, сондай-ақ жақын жыныстық жұптың зорлық-зомбылығы. Көңіл қалдыратын факт, жыныстық жұптың зорлық-зомбылық әрекеті кең таралған. Осылайша, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мәліметі бойынша зорлық-зомбылық көрген 5 әйелдің 4-еуі жыныстық жұбынан зорлық-зомбылыққа ұшырағанын айтқан. Сонымен, біз осы дәрістегі ең соңғы термин жәбірленушіге психологиялық кеңес берудің анықтамасына тоқталамыз. Психологиялық кеңес емдеу процесіне кедергі келтіретін, өмір сүру сапасын төмендететін негізгі психологиялық проблемаларды шешу процесі. Зорлық-зомбылық құрбандарында жиі кездесетін психологиялық проблема өзін-өзі бағалаудың төмендігі, ұялу мен кінәлі сезіну, дәрменсіздік, тәнін жек көру, өзіне және әлемге сенімі азаюы, жақын қарым-қатынастан қорқу.